Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Біз кезекті аукциондамыз. Бізде алғашқы тексерісте көлік Hyundai Santa Fe көлігі 2023-тің 11 айында шыққан екен. Көлігіміз 2.5 куб турбо бензин, осындай белый жемшік ақ түсте. Комплектация каллиграф, яғни толық комплектация болып есептеледі. Көлігіміздің жағдайы өте керемет. Состояние завод болып тұр. Кузовта ешқандай проблема жоқ, сырылған, майысқан дақтар жоқ. Кузов жағдайы өте жақсы, родной окраста. Так, багаждан бастап көрсетіп кетейік. Бізде электроприводный багажник, объемный үлкен багаж. Так, осындай линолеум төсеп қойған екен, құрал жабдықтарымен. Онда орындықты жатқызу батырмасы, так, заводской өзінің болттарымен, зазорларымен барлығы орында. Артыңғы парктрониктер бар, артыңғы камерасы. Так, резина остатка бізде шамамен 85%-дай бар, жақсы жағдайда. Дискілердің жағдайы өте жақсы, штатный диска R21 размерлік. Екінші қатар бізде шторкмен қамтылған, күшкілердің барлық таза. 3 режимді подогрев сиденье бар, подстаканник. Так, заводской өзінің поликтермен, артқа диваны өте керемет, 3 орыннан тұрады. Ортада қол тірегіш, подстаканник. Так, мұнда алдыңғы орындықты басқару тетігі. Жоғарыда барлығы таза. Так, повторительный поворотник, 360 камера, ассистент селекцион, бесключевой доступ, толық электропакет, память сиденье, міне 3 адамға арналған. Еркал ойынша 2023-тің 11-іне шыққан. Клавиши сиденье, сары осындай кожаный салонда. Так, көлігімізде 2 кілт. Мұнда электронный ручник. Алда осындай сплошной экран жалғасқан. Көлігіміздің жүрген шақырымы 52.229 шақырым жүрген екен. Іштен таулы арқылы осылай боковойды көре аласыздар. Барлық ыңғай жасалған. Ортада мульти-руль, рульдің состояниесі өте керемет. Проекция лобовой бар. Панель барлық тап-таза. 2 зоналық климат контроль, осындай сенсор арқылы басқарылады. Подогрев обдув сиденьелер 3 режимде жұмыс жасайды. Екі жақта да. Ассистент парковки, видеорегистрация, автохолд, драйв мод, беспроводный зарядчик екі жақта да. Подстаканник, пассажирский жақ сиденье таза. Бүкіл керекті опциялардың барлығы бар. Бізде коробкасы осында орналасқан. 360 камерасы, артыңғы көрінісі, алдыңғы көрінісі барлығы таза, анық көрсетіп тұр. Так, мотор жағын көрсетіп кетейін.